Достар, бүгін мен сіздерге мектептегі махаббат деген видеомды түсіретін боламын. Ендеше арнама лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастайық, кеттік. Ой, тұрайын. Ойбай, тұрайын. Қызымның сағаты оқып қойыпты. Қызым тұра ғой, қызым. Қызым тұр. Анашым, не болды? Шықтай тұрайыншы. Ой, қызым қайда шықтаған? Сен сабаққа баратын уақытың болып қойыпты. Ой, тұрғанда тұрайын. Болайын шықты. Мен саған тамақ істей берейін, а? Так. Бүгін сабаққа келмеміз кетпін. Қолымды келемін. Ең алғашқы күнім қалай болар екен? Ендеше кеттім, жолымды келейін. Так, болдым. Баспана ашында алдым. Анашым болдыңыз ба? Ой, қызым келіп қойсын. Неге торт жасап қойдым? Мен торт жақсы көремін. Енді сонша қой. Бүгін сабақ нешеде басталады? Ой, қызым 8-де ғой. Сағат менде 7:50 болды. Ой, қызым 10 минут қалыпты, тезірек жарайды. Қандай кәнді. Жарайды, сау болыңыз, мама, мен кеттім. Шотымда болайыншы. Есеп шаңызға келіп болып қалшы. Сау болыңыз, мама. Жарайды, жақсы бар. Сабағыңды 5 оқып жарай ма? Жарайды, анашым. Анам қайда кеткен? Жарайды, ендеше кеттім. Балалар, бүгін классқа жаңа қыз келеді. Не? Жаңадан қыз келе ме? Иә, қыз келеді. Оның аты Анил. Ой, ол біздің орнымызда тартып алмасын. Келсем. Вау. Ой, анаң есі дұрыс па? Нағызға өңіз қарап тұру. Оған қарама, сен есің дұрыс па? Сен менің жігітімсің. Мен жаңадан келген қыз боламын. Атым Анел. Жарайды, ана жерге барып отыра ғой. Алжа бәрің мені тыңдаңдар. Сабақ өтеміз. Тыңдағымда кеп тұрған жоқ. Неге маған анасы қарап тұр? Ана жерге отырам ба? Иә, мен жаныма тұр. Жарайды. Ой. Ал айтайық. Жасың нешеде? 13-те. 12-де. Қыздар, тыныш отырыңдар. Жарайды, апай, бір жолға кешіріңізші. Жарайды, ендігіде қайталанбасын. Ендеше 4-ші тапсырманы орындап, келіңдер, ертең тексерем. Жарайды, апай, жарайды. Сабақ бітті ме? Кітабыңды шығарсаңшы. Неге? Сөмкемді жерге қойып қояйын ба? Өзің бір қойып қойдың. Айтпақшы, сендер неге сөмке ұстамайсыңдар? Бұл мектепте сөмке ұстамайды. Мен саған апай ұстама? Жоқ. Сен екі қыз қай тапсырма екенін ұқтыңдар ма?
Иә, ұқтық. Иә. Ендеше сөйлемей отырыңдар. Математика сабағы кіруге таяп қалды. Осымен қазақ тіл сабағы бітті, сау болыңдар алшы. Сау болыңыз апай. Айтпақшы түске шығыңдар. Иә, солай. Сол мектептен келдің ба? Аназға көрсетеміз, жүр кеттік. Қапшайық қалып қалыпты оны. Әй, сен бергел. Мен жігіттің тартып алайын деп ойладың ба? Соны айтам. Ол қандай жігіт? Отырып бөлме есіген болмаш? Тұрған мен жігітім, қара шашты болып. Ой, мен тіпті оғанда қарамам ғой. Қалай қарамайсың сен? Өтірік. Соны айтам, сен келгеннен бері ол менің досыма қарамай кетті. Ой, сен кетші. Иә, кетіндерші сендер. Біз өзіміз әңгімелесіп отырық. Өтірігіңді соқпаңдар, сендер менің жігітімді айтып отырсыңдар. Иә. Қыздар не болып қалды? Ой. Қыздар маған тиісіп жатыр. Қыздар қойыңдар, жаңадан келген қызға кім тиіседі? Жүр. Сендердің істемеген істерің аз болған жоқ. Ой. Келесте сен анаған қарамағына. Сен менің жігітімсің. Ой, мен сенің жігітің емеспін, мен ешкім жігіт емеспін. Жарай ма? Тоф, ана маған қарамайды вообще. Сонда да қаратам. Иә, соған қаратамыз. Ендігіде ана қыздардан абай болып жүріңдер. Жарай ма? Олар өздері класты осы мектептің атын шығарған қыздар. Олар жалпы сөйтіп жүреді, жарай ма? Жарайды апай. Иә. Не болып қалды? Ай, кетші, сен кесірінен мен таяқ жеп қалдым. Иә. Так, кеттім. Неге? Ана қыз сені менің жігітім деп, сен менің жігітім тартып алдың деп, сосын маған тиісіп жатыр. Иә. Мен тіпті оның жігіт емеспін. Әй, сен немене анаған менің жігітім деп айтқансың, мен тіпті сенің жігітің де емеспін. Қош, сен менің жігітімсің, күштісің ғой сен. Мен сендей жаман қыздар қарамаймын, мен әдем қыздарға қараймын. Мысалы, Әнел. Не? Сенің есің дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Кеттік, біз сені айтамыз. Ей, айтпай қойыңдаршы. Жоқ, айтамыз, сен бізге қарамай қойғасын. Иә. Тоф. Сендер тағы келіңдер ме? Саған наршатқа келдік. Иә, саған да келіңдер ме? Әнел сені жақсы көрем дейді. Сен бастамай тұра тұр, мен айтып алайын. Сені жақсы көрем дейді анау. Мен тіпті саған қарамайым деп, сені немене өсектен парғасыз анаған. Өтірік мен айтып. Енді қайтейін, енді өзі ғой. Не болып қалып деген. Кетіңдерші бар. Әсіресе үзілсе болып қойды уже. Бітті. Қайтесіңдер? Өзі. Адамға тиісеміз. Кеттім мен өзім басқа жігіт тауып алам. Иә, жүр кеттім. Тауып ала беріңдерші, мен емеспін ғой жігіт істеген. Топ, сен не өзі? Анаға мен жақсы көрем дейсің, мен сені тіпті жақсы көрмеймін ғой.
Endi men seni жақсы көрем. Жақсы көріп не айта білмеш? О, махаббат. Ей, туп, сен кетші өзі. Адамның қаны ішпе. Туп, немен махаббат айтып кетті орап. Ой, кешірші. Кетші, саған жыдым. Вообще. Туп, енді жай ойнадым ғой. Кешірші. Кешірмеймін. Üşüğün açılıp gitti mi? Üşüğün açılıp. Dur, başka jigitте боламыз. О, қалайсың? О, жігіттер тоже. Я. Вау, сені жақсы көрем. Шын ба? Не? Сен мен шынымен де жақсы көресің бе? Мен де сені жақсы көрем. Мында. О, махаббат. О. Мен саған кәмпит берейін. Сен шынымен де менің қызым болдың ба? Әрине. Туф, бірақ та мен де жігітім болса ғой. Туф, мұғалім қашан келеді? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Келді не? Нешін көңілсіз тұрсың, мен кешірмедің ғой. Кешірдім. Ура! Балалар, математика сабағын өтеміз. Қазақша өнерге сеп беремін. Ендеше жазайық. Жоқ, бұлмен жазбаймыз. Абыт үлкен болып кетті ғой. Иә, үлкен болып кетті. Ой, анауың көп. Сен кімсің? Мен жаңадан келгенмін. Жарайды. Атың кім болады? Менің атым Анел. Я. Так, енді екеуің сөйлеспей отырыңдар. Біз сөйлесіп отқан жоқпыз ғой? Ой, сөйлесіп отырсыңдар. Мынаны өшірейінші. Ой, не біреуді ая. Мен жуан жазыла ма? Осымен жазайықшы. Мен дұрыс жазылмайды. Қай бірмен жазсақ болады? Осын кім шығарады, айтыңдар. Мен шығарайыншы. Жоқ, ана екеу шығарсын. Айтпақшы, екеу қойда. Олар жігіт іздейміз деп кетіп қалған. Не? Жігіті несі? Сабақтасыңдар ғой сендер. Ендігіде жігіт деген нәрсе айтпаңдар. Жігіттер, сендер де қыздар деген нәрсе айтпаңдар. Мен қыздар деген нәрсе айтпаймын. Мен де, бірақ та мен жанымда қыз жақсы көрем. Мен саған айтпай дедім ғой. Кетші. Ой, жан сүйреп сенің немене көңіл түсіп тұр. Ештеңе. Лазым ал ғой. Өйтіп айтпа, ол біздің класстың красавчигі. Ой, қош.